саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы қазақ тілі тұғыры. Мақсаты тілге деген құрмет, тілді дәріптеу, бір-бірімізге құрметпен қарау, қазақ тілін үйренуге бағыттау болып табылады. Қазақ тілі туралы заң 1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданды. Содан бастап осы қазақ тілге деген құрметімізді артып, қазақ тілін дәріптеп жүрміз. Ал қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз болып табылса, орыс тілі ұлтаралық, ағылшын тілі халықаралық қатынастарға арналған тіл болып табылады. Бүгінгі біз осы қазақ тілінің маңыздылығын, келер ұрпаққа деген оның қасиетін білдіру үшін әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Ең бірінші соның ішіндегі мақал-мәтел. Мақал-мәтел білеміз ба қазақ тілінде? Білеміз ба? Иә. Кім қана қазақ тілінде мақал-мәтел айтады? Тіл туралы. Аяжан айта ғой. Ана сүті бой өсер, ана тілі ой өсер. Жақсы. Ерхан? Тіл тасырады, тасымаса башқарады. Жақсы. Іңкәр? Тіл бар жерде ел бар, ел бар жерде жер бар. Толғын айт. Көпсіз күміс, азсыз алтын. Жақсы. Жеті жұртпен біліммен, жеті түрлі іліммен. Жанасыл? Тіл қылыштан өтті. Тіл қылыштан өтті. Жақсы. Тіл туралы білеміз, тілдің маңыздылығын білеміз. Оны біз бір-бірімізбен дәріптеп, тек қана Қазақстанда тұрғандықтан біз қай тілде сөйлейміз? Қазақ тілінде сөйлеу біздің міндетіміз болып табылады. Енді осыған байланысты біз өзіміздің көрінісімізді қойсақ қалай болады балалар? Көрініс қоя аламыз ба? Иә. Қандай көрініс қоямыз? Келіңдерші кәне. Кім көрініс көрсетеді? Hi everyone, I love language. It's an international language. English is cool. Bonjour, je parle français. C'est tout blanc, n'est-ce pas? Привет, я люблю говорить по-русски. На русском все красиво и понятно. Ты нас не примитивсің? Сен де бір тілде сөйлесейші? Мен өзі ана тілінде сөйлейтін келеді. Қазақ тілі ме? Иә, себебі ол менің жүрегімде. Қазақ тілі қасиетті қазына, сөйлеу менің ең үлкен азынам. Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін өз тіліңді құрметте. Рахмет. Біз қазақ тілін құрметтеген ұлттық мұраны насихаттаған халықпыз. Соған байланысты бүгінгі біздің тәрбие сағатымызға қонағымыз келіп отыр. Әлия апайымыздан бір қобыздан, яғни біздің көне аспабымыз қобызбен бір күй шертіп беруін сұрасақ. Кезекке ойын ойнасақ қалай болады? Ойнаймыз ба? Иә. Ендеше мен мына жерде тілге арналған мақалдар берілген, жоқ сөздердің орнын үш тілде, яғни қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілдерінде айтуларың керек. Иә? Кәні бірлігі жарасқан ел болмас. Ел үш тілде қалай болады?
Бірлігі жарасқан ел бұзылмас. People, народ, ел. Жақсы. Келесі татулық табылмас. Кім айтады? Егер жауап. Дружба, friendship. Жақсы. Тіл. Язык, language, тіл. Жақсы. Келесі адамды үйретеді. Не үйретеді? Тіл. Динас тағы. Тіл, язык, language. Жақсы. Тіл не жарады? Тас жармаса, нені жарады? Кім айтады? Бас. Жоқ. Тіл. Тас жарады. Тас жармаса, бас жарады. Екеу бар. Түсінді ма? Тіл. Тас дегеніміз. Тіл не жарады? Тас жармаса, нені жарады? Ерхан? Тас жарады. Тіл. Тас жарады. Тіл тас жарады. Тас жармаса, бас жарады. Бұл жерде қай сөздер тұр? Тас пен бас. Тас қалай болады? Тас, кабин, стон. Стон. Бас. Хед. Хед. Хед, голова. Голова. Жақсы. Ақыры бар. Өнер алды. Қызыл. Кім айтады? Фариза? Қызыл, красный, ред. Жақсы. Балалар, ұлттық мұрамыз домбыраны дәріптеу мақсатында домбырада күй шертіп берсе бүгін Аяжан. Күйдің аты Ерке Сылқым. Ұлттық мұра қазақ тілінің ұлықтауы туралы болды, е? Түсіндіңдер ма? Қазақ тілін қалай құрметтеу керек туралы, е? Түсіндіңдер ма? Бұл туралы мақал-мәтелдер білдіңдер ма? Өте тамаша. қатысқандарына рахмет. Қазақ тілі жасасын, қазақстан аман.